Менің қазақ тілді YouTube арнамдағы көрермендерім, баршаңызға сәлем. Басқа оңай деген пирогтарыңыз дұрыс шықпай жүрсе, осы алма қосылған шарлотка пирогы ең оңайы дер едім. Бүгін осы шарлотка пирогының оңай әрі сәтті пісіп шығатын рецептісін мен сіздерге бөліскім келеді. Ол үшін таза ыдысымызға 3 дана жұмыртқа, қант салып, миксермен түсі видеода көрсетілгендей айналдырып аламыз. Кезекте сұйық май қосып, қаймақ қосып, електен өткізілген ұнға қопсытқышпен ванилин қосып, ұнды видеодағыдай бөліп салып, миксермен айналдырып аламыз. Еш қиындығы жоқ қыздар, пісіріп жасап көріңіздер. Міне осындай масса шығады дайын болып. Кезекте дайын болған тестамызға алманы видеода көрсетілгендей етіп, сыртын ашып, кубиктап турап дайындап аламыз да, тестаға начинка ретінде қосатын боламыз. Формаға пергамент қағазын төсеп, осы начинкамызды орналастырып аламыз. Кезекте алманы жартыға бөліп, видеода көрсетілгендей жіңішке етіп турап дайындаймыз. Және дайын тұрған пирог қамырына осындай гүл формасына келтіріп сәндейміз. Қыздар, мен керекті заттар тізімін, ингредиенттерді мөлшерімен видео астындағы описание бөліміне және комментарийға қалдырып жазып қоямын. Қараңыздаршы, осындай әдемі, нәзік пирогымыз пешке пісуге дайын. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 50 минут пісіреміз. Дайын ас болсын. Видеода сіздермен бірге Дариға. Егер осы видео рецептпен пісіріп, сәтті пирог шығарсаңыз, қазақ тілді арнамды қолдап, және де өз пікіріңізді қалдырсаңыз, мен қуанышты боламын.